Достар, бүгін және де WhatsApp-тың тағы да басқа құпияларын жаңадан енгізілген сырларын білуге болады. Ол үшін біз мұнда жазайық. Так, кімге жазсам екен? Мен мына бір чатқа кіріп жазып жатқан кезде енді кейде жалпы қателесіп жазып, бұл кетіп қалатын болса, қателесіп жазып кетіп қалған кезде біз оны тез өшіруімізге тура келеді. Оны сіз тек 7 минутта шығып кетпей жатып өшірмесеңіз, ары қарай өшіре алмай қаласыз. Міне, оның жазған сөзіміздің үстін басып тұрсаңыз, жоғарыда өшіретін белгілер пайда болады. Сол өшіретін белгіні бассаңыз, удалить у всех деп тұрады. Демек, сіз барлық жерден өшіресіз оны. Ол кісілерге де барған емес, уже өшіріліп тұрады. Ал удалить у меня дегенді басатын болсаңыз, ол тек жеке өзіңізде ғана өшірген боласыз. Удалить у всехті басамыз. Басқанда бізде смс-іңізді өшірдіңіз деген көрініп тұрады. Оның үстін басып тұратын болсаңыз, тағы да өшіретін белгі жоғарыда пайда болады. Оны басып, өшіріп тастап, жоқ қылып жіберуге болады осылай. Міне достар, осындай тағы бір WhatsApp-тың құпиясы пайда болды. Сосын жеке сөйлескен кезде де осылай, мысалы, мен жаңа чатта сөйлесуді көрсеттім. Жеке сөйлескенде де бір қателесіп жіберген әріптерімізді былайнан басып тұрып өшіреміз. Демек, бұны да былай өшіріп тастауға әбден мүмкін. Бізде осындай мүмкіндіктер WhatsApp-та пайда болды. Достар, менің каналыма жазылыңыздар. Алдағы уақытта және де WhatsApp-тың керемет дүниелерін көрсететін болам, айтатын боламын. Лайк басып өтіңіздер.